Жүрекке жылу, жанға жайлылықты сыйлайтын аяулы тұлға аналар күні биыл елімізде 8-ші рет тойланып отыр. Осы атаулы мерекеге орай ақ жаулықтың иесі мен киесіне мадақ көрсетуді үлгетіп жүрген анаға құрмет музейі ауқымды шара өткізді. Әуезді әуен мен рухани әңгімеге толы болған жиынның алғы сөзін аудан әкімінің орынбасары Гүлжан Әділханова сөйлеп, жуырда облыста үздік мәдениет мекемесі атанған анаға құрмет музейінің директоры Аршагүл Тойбаеваға шапан кигізіп ілтипат білдірді. Тағылымы мол жиынның барысында музейдің негізін қалаушы Бақыт Шпекбаева мен музейдің меңгерушісі Аршагүл Тойбаеваның авторлығымен Жатқанбай Шпекбаев пен жары Күлиман Аққұл қызының рухына арналған Қос құбылам атты кітаптың тұсауы кесілді. Ал шараның екінші кезеңінде есімі жұртқа танымал 900 баланы асырап отырған Тияқ апа, Қарасай Батыр мектеп ішіндегі Елбасы музейінің директоры Рымкеш апа сынды және еліне елеулі қызмет етіп жүрген азаматтарды тәрбиелеп өсірген бірқатар аналарға анаға құрмет медальдары табысталды. Одан кейін әлемдегі танымал 30-ға жуық Алланың үйін кестелеген ісмер кестеші Гүлнар Әбіштің 2,5 жыл бойы тіккен Меккедегі қағбаны бейнелеген картинасы шараға қатысушыларға алғашқы болып көрсетілді. Сол еңбегі аталған музейге сыйға тарту етілді. Сонымен қатар Гүлнар Бақтығалиқызы Дінмұхамед Қонаевтың жары Зухра анамыз кестелеген соңғы еңбектерінің бірін музейге әкеліп тапсырды. Жиынның соңы өнерпаздардың дайындаған концерті мен музей экспонаттарын тамашалаумен түйінделді. Сюжетті дайындағандар бұрын орынбасар Асхат Рысбеков.